Теміртауға кіреберісте орден белгіленген стелла орнатылған. Бұл не орден, және ол неге визитка ретінде қала қонақтарын қарсы алады? Өкінішке орай, бұл туралы кейбіреулердің естерінде жоқ, ал басқалар болса түсінбейді де. Теміртау қаласының орденмен марапатталғаны туралы білесіз бе? Жоқ, қандай орден? Теміртау қаласының орденмен марапатталғаны туралы білесіз бе? Жоқ. Теміртау қаласының орденмен марапатталғаны туралы білесіз бе? Қандай? 50 жыл бұрын Теміртау қаласы орденмен марапатталғаны туралы білесіз бе? Әрине. Қандай орденмен екенін білесіз бе? Қызыл ту орденімен. 50 жыл бұрын 1971 жылы 22 қаңтарда КСРО жоғарғы кеңесі президиумының жарлығы бойынша Теміртау қаласы еңбек қызыл ту орденімен марапатталды. Бұл марапатта теміртаулықтардың 10 жылдықтардағы қаржылы еңбегі атап өтілді. Олар аянбастай жұмыс істеді. Соғыстың ауыр жылдарында Қарағанды аудандық электростанциясының турбиналарын көтерді. Синтетикалық каучук зауыты салынды. Отанға алғашқы қазақстандық болат берілді. Аязбен боранға немесе жаздың аптап ыстығына қарамастан Қазақстан магниткасының цехтары мен жас Теміртаудың шағын аудандарын салды. Біздің қала Қазақстанда бірінші болып осындай жоғары марапатқа ие болды. Бұл қала тұрғындарына ерекше мақтаныш сыйлады. Орденді салтанатты тапсыру рәсімі Металлургтер мәдениет сарайының сахнасында өтті. Орденді және туды Қазақ КСРО министрлік кеңесінің төрағасы Ашимов тапсырды, ал қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы Давыдов қабылдады. Теміртаудың орталық алаңында мыңдаған адамдар қатысуымен митинг өтті. Ол жерде туған қаласының еңбек даңқын артқан металлургтер, химиктер, энергетиктер және құрылысшылар жиналды. Қазіргі таңда еңбек қызыл ту ордені мен тудың өзі Теміртау өлкетану музейінде сақталуда. Оларды қала тарихы залының экспозициясынан көруге болады. Бұл орден теміртаулықтардың еңбек ерлігінің белгісі ғана емес, бұл біздің көп ұлттық қаламыздың тұрғындарының арасындағы достықтың, бірлігіміздің, туған қаламыздың және еліміздің гүлденуіне деген ортақ тілегіміздің белгісі. Ал теміртаулық жас ұрпақ үшін ата-аналарымыздың, аталарымыз бен әжелеріміздің еңбектегі ерліктің үлгісі болуы тиіс.